Бұл не болып кетті, бұл не болып кетті? Тойханалар ашылады дейме, не дейді? Ой, жаңалықты естімедіңіздер ма? Не dedi? 2025-ке дейін тойхана ашылмайды. Өй, жаңа қарсыдай, қайдағын айтпашы? Ой, жаңалықтан айтып отыр ғой. Жаңалық емес қой мынау. Қайғылы хабар ғой. Не істейміз соны? Той жоқ. Карантин. Қалай күн көреміз енді? Карантинде қиын болды ғой. Осының бәріне Америка мен Қытай кінәлі. Ана бір нәрсені ойлап тапты да енді бүкіл әлем енді бізге тойханаға, тамадаларға кезіртіп жатыр. Ғалым тоқташы. Америка, Қытайдың не қатысы бар? Қалай не қатысы бар? Коронавирус ойлап тапқан Сен әркімнен көре бермесейші. Кінәні өзіңнен іздесен. Өйді, кеше тойдың кезінде не болды қал? Адам танымай кетті ғой, адам танымай. Тойханаға барсаң, ойбай, соншалық кісілігіміз. Ана алдында бейшара құдалық күткен тамадамен баян иісін кеп тамағын жеп қойса, басынан дастархан жай. Ойбай, суретке түсетін кезде ше, адам танымай. Кейінірек келші. Қазір құдаға тосып беретін деп біз ғой бейлі айналып қайта түсетін. Ана звездалар сырттан келгендер, құдай сақтасын. Адам халықтың арасынан шығып, халықты менсінбей қойдық. Шынымен, кеше карантинде де той болды ғой. Сол кезде артынан мусор шығаратын жерден кірдік қой. Құдалардың бәрін сол жерден кіргіздік қой. Рас. Өзімізден де бар негізі. Карантиннің алдында ана той қайнап тұрған кезде ше, сезон кезінде. Телефон соғады. Ало, тамада ма? Тамада. Қанша қызмет ақым? $1000. Ай, шамал түспейсің ба? Көке біреуді іздей берші, өзі басқа біреуді деп қоя салды қой. Негізі бар, рас айтып отырсың, негізі бар ғой. Ал кеше карантинде қалай болды? Телефон звондайды, жүгіріп барып аласың, көке той қашан деп. Бірден білесің ғой, ағайының звондамай қойған ғой ше. Жоқ, қайтып ағайын болсын. Тек тойдың адамдарымен ғана сөйлесеміз. Өзіміздің ағайынды ұмытқанбыз ғой. 86-89 деген біреу ызбандай бергенге айқайлаған ғой. Кімсің деп. Туған ағам. Соның атын жазбай, кәдімгідей. Көкеміз звондайды да. Ой, тамада ма дейді, иә дедім. Қызмет ақың қанша дегенде жылап жібердім. Ол сөз естімейміз енді, ол сөз естімейміз енді. Қадірін білмеппіз ғой, клиенттердің. Көке, ақшаңыз керек жоқ дедім. Бір ыстық тамақ ішіп кетсем болды. Айта бермеші, адам көңілді болса. Телефонды қойып қойды, есі дұрыс емес па деп, одан да айырып қалдым. Не істейміз, қолымыздан түк келмейді. Арба итере алмаймыз. Пышақ қайыра алмаймыз базарда отырып. Халым, адам деген пендекен, сорлайым десе демде екен. Сорлап қалдық қой, сорлап қалдық. Рас екен ғой. Не істейміз, қолымыздан түк келмейді. Мен білем ше. Тиктокпен айналысайық та? Не ол? Ой, қазір жастардың арасында хит болып жатыр ғой, трендте жүреміз. Оны не істеу керек оны? Үшеуміз бірдей билесек болды, хит боламыз. Болды солақ па? Реклама жасаймыз, ақша табамыз ертең. Болды ғана нормально ғой. Жақсы бола ма? Жақсы болып тұрсаңызшы. Не істейміз? Бірдей істесек болды. Одан кейін. Болды ма? Істеп билей береміз. Кетті, давай. Давай.